Сәлеметсіздер қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис XZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін сіздерге Samsung телефондарын, яғни жаңа Samsung модельдерінің осы жаңа шыққан модельдеріне байланысты Google аккаунт бұғатын шығаратын жаңа тәсілді көрсеткіміз келіп отыр. Біздің қолымызда енді A3 2017 Samsung моделі. Телефонда S-Voice, яғни дополнительный сведениеде S-Voice'ға кіріп, жаңағы YouTube терезесіне кіру бізде мүмкіндік бар бұл жерде. YouTube'қа кіре аламыз да. Бірақ біз бұл бөліктен емес, басқа жолын көрсетпекшіміз. Біз бұл жерде S-Voice'ға кіріп, бұл жерден Twitter, Google, одан YouTube'қа кіретінбіз, для бизнес деген сияқты мысалға не Twitter'дің ішінде. S-Voice'ға кірсек, здесь деген сілтеме болатын S-Voice'ның ішінде. Егер сіздерде S-Voice деген осылай бөлік болмаса, енді A3 болсын, A5 болсын, не болмаса басқа модельдері G6 бар, G4 бар, плюс S8 бар, мысалға S8 деп айтып жатамыз. Сол телефонда жаңа тәсілді солардың барлығына кетеді бұл айтқанда. Солардың барлығына сол тәсілмен Google аккаунт бұғатын шығаруға болады. Енді бұл модельде S-Voice-пен біз YouTube-қа кіре аламыз, бірақ жаңағыдай модельдерінде сіздерде S-Voice-ға кіре алмайтын болсаңыздар, қазір телефон шынымен де Google аккаунт бұғатына түскен бе, түспеген бе, соны көрсетсем сіздерге. Яғни жаңағыдай S-Voice деген дополнительный сведение деген ішінде жоқ болатын болса, қараңыздар, далее дейміз, аккаунтты жаз деп сұрап тұр. Ол үшін бізге кішкене дайындық керек болады жаңа тәсілге. Яғни жаңа тәсілге бізге кішкене дайындық. Ол сіздерде кез келген бір пин-код сұрайтын номер керек болады. Пин-код сұрайтын номер. Ол номерді алып, кешіресіздер, клиенттер мазалап қалды. Яғни сим-картаны сіздер телефонға саласыздар, пин-код сұрайтын. Қазір. Ол бізден пин-код сұрайды. Осы пин-код сұраған кезде біз қайтадан алып көреміз пин-код несін, сим-картаны. Және ол бізде окей не деп шығады. Сіздер бір рет өшіріп, үй кнопкасын бір рет басамыз. Бұл жерде окей дегенді баса саласыздар. Қараңыздар. Выход не выполнен дейді. Бізден телефондан сим-картаны алған соң бірден шықты көрдіңіздер. Ал жаңағыда G6 болсын, A6 болсын, A8, S8 бар, S9 бар. Оларда сим-картаны салып қайтып алған кезде шықпай қалуы мүмкін. Ол кезде сіздер телефонда бір рет өшіріп қосасыздар. Сол жаңағыда модельдерде сіздерде, яғни ол модельдерде ана жерде үй кнопкасы болмайды, домой кнопкасы. Оларда шықпай қалуы мүмкін. Сол кезде сіздер сим-картаны салған соң телефонда бір рет өшіріп қосасыздар. Яғни перезагрузка жіберсеңіздер, перезагрузка жіберген соң сим-картаны аласыздар. Сол кезде сіздерден клубтың несі тұратын жерде. Выход не выполнен деген сияқты. Содан кейін сіздер ода сол клубтың үстіне басасыздар ода, ал мына маркерлерде, яғни мына модельдерде үй кнопкасы барларында. Сіздер ал мына модельде сіздер мына выход не выполнен дегенге оңнан солға қарай былай бұрасыздар. Одан кейін жерде қоңыраушаның белгісі болады. Қоңыраушаның белгісі қазір анық көрмей қалған сияқты сіздерге. Бұлайынан бұрасыздар. Қоңыраушаға басасыздар. Настройка уведомления. Тағы да үстіндегісіне басасыздар. Сонымен біз мына жерде уведомление дегенге кіреміз. Ол жерден дополнительный деген таңдайсыздар. Ең астына түсіп, ол жерден YouTube-қа кіресіздер. Қазір. Дополнить параметры в приложении деген кіресіздер. Ол приложение. Және условия использования YouTube деген бар. Соған бассаңыздар, сіздер стандартты интернет браузеріне кіресіздер осылай. Жерден отмена. Және жерге youtube.com деген жерге сіздер ADROM деп жазасыздар. Ол жерде екінші қатарда ADROM bypass деген болды. /bypass. Соған басасыздар.
бірінші шыққан нәтижеде bypass Google аккаунт 2019 Adorom деген соған басып, мына жерден сіздер Android 8 GAM APK дегенді басасыздар. Бұл жерде таңдап, бұл жерден сохранить дегенді таңдайсыздар. Және екінші FFP bypass дегенді таңдайсыздар. Сохранить жүктеліп жатыр. Одан кейін оларда қай жақтан орнатамыз? Сіздер экранда жоғарыдан төменге кішкене түсірсеңіздер, былайынан астында мынандай бөліктер шығады. Бұл жерден сіздер закладкаға кіресіздер. Бұл жерде отмена, журнал загрузок, жаңа жүктелген файлдар. Android 8 GAM APK-ны орнатамыз. Басасыздар, настройка, разрешить для этого источник дегенді қосасыздар. Төбедегімен артқа қайтасыздар. Установить. Готово. FFP bypass APK. Установить. Открыть. Жоғарғы оң жақта 3 нүкте. Фото в браузер. Бұл жерде окей. Енді мына жерге өздеріңіздің басқа Google аккаунтпен паролін жазасыздар. Кезінде телефонда қалған ескі аккаунт емес, басқа жаңа аккаунтта. Далее бұл жерде аккаунт жазылған соң енді мына жерге пароль жазасыздар. Мен сіздерге өзімнің паролімді көрсете алмаймын. Қазір сим картаны алысылсын. Мінекей пароль жазылды. Войти. Ол бізде журнал загрузка қайтадан лақтырады қазір. Аккаунт жазылған соң. Енді осы тұрған күйінде телефонда бір рет өшіріп қосасыздар. Қазір телефон қайтып қосылған соң мен видеоны жалғастырсам, сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін. Мінекей телефон қосылды. Енді стрелкаға басасыздар, запуск. Одан кейін далее. Ары қарай кәдімгі осы нелердің барлығымен өтіп шығамыз. Принять, все деген сияқты. Аккаунт добавлен. Біздің жазған аккаунтымыз мінекей шықты. Далее бұл жерден. Далее. Нет, спасибо. Пропустить. Принять. Окей. Samsung аккаунттан өтіп кетеміз. Пропустить. Төменге түсеміз. Готово. Телефон готов к работе. Енді телефонның настройкасынан кіресіздер. Версиясын көрсетсем. A3 2017. Сведение ОПО. Android версиясы 8. Уровень безопасности 1 ноябрь 2018 жыл. Және загрузчик 4. Енді сіздер общий настройкаға кіресіздер. Сброс данных. Сбросить нерде аккаунт қалып кетті. Ол аккаунт қалған ештеңе етпейді. Біз телефонның настройкасынан телефонды форматтасақ, яғни осында сброс жасасақ, ол бізден аккаунт сұрамайтын болады. Егер сіздерге осы жаңа көрсеткен тәсіліміз ұнаған болса, пайдаларыңызға тиген болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Сіздердің лайктарыңыз біз үшін өте маңызды. Ал сіздердің каналға тіркелгендеріңіз біз үшін өте үлкен жетістік. Сау сәлеметте болыңыздар.